Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз сан есім. Бүгінгі оқу мақсаттары: тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру. Жіберілген орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзету. Сөйлемнен сөз таптарын, зат есім, сын есім, сан есім, етістікті табу. Қазір біз сендермен кім тапқыр ойынын ойнаймыз. Мақалды оқы, жоқ сөздің орнына керекті сан есімді тауып айт. Кәне, тауып айта қояйық. Кім айтады? Дұрыс балалар, 100 теңгең болғанша 100 досың болсын. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Біздің қойған көміліктінің орнына сөз табы қалай аталушы еді? Дұрыс айтасыңдар, сан есім. Ендеше сан есім дегеніміз не? Есімізге түсірейік. Дұрыс балалар, заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 6 алма, неше алма? 6 алма. 90 килограмм, неше килограмм? 90 килограмм. Нешінші үй? 5-ші үй. Қазір сендерде тыңдалым. Кітаптың 78-ші бетін ашыңыздар, сол мәтінін жақсылап тыңдап отырыңыздар. Күн төбеңді тесердей шақырайып тұр. Асан үйінен шығып малдауылдағы атасынікіне беттеді. Демалысы кезінде атасына барып сәлем бермекші. Орта жолға жетпей-ақ шөлдей бастады. Бекер қуырдақ жеген екенмін деп ойлап келеді. Әбден шөл қысқанда ерні кезеріп, тамсанып қояды. Шіркін, бір ұрттам су болса ғой. Кенет ойына жолда кездесетін бұлақ түсті. Жалғыз аяқ жолмен соған қарай бұрылды. Міне, аңсаған бұлаққа да жетті. Қолын жуып жіберіп, уыстап су іше бастады. Тап-таза мөп-мөлдір су ерекше тәтті сияқты көрінді. Шөлдегенде ішкен судың дәмділігіне ештеңе жетпес. Неткен рахат. Ал балалар, осы сұрақтарға мәтін бойынша жауап берейік. Асан қайда бармақшы болды? Дұрыс айтасыңдар. Асан ауылдағы атасынікіне бармақшы болды. Ол неліктен шөлдеді? Дұрыс айтасыңдар. Ол қуырдақ жегендіктен шөлдеді. Жолда не кездесті? Дұрыс балалар. Жолда бұлақ кездесті. Бұлақтың суы қандай? Дұрыс айтасыңдар. Бұлақтың суы мөп-мөлдір, тап-таза, тәтті екен. Бұлақтың суы неліктен ерекше болып көрінді? Дұрыс балалар. Өйткені асан қатты шөлдеді, сондықтан бұлақтың суы ерекше дәмді болып көрінді. Осы сұрақтардың жауабы арқылы тірек сөздер қатарын тауып жаз. Мысалы, асан қайда бармақшы болды? Тірек сөз қайсы? Дұрыс балалар. Ауылдағы атасынікіне. Ол неліктен шөлдеді? Ол қуырдақ жегендіктен. Дұрыс балалар. Ары қарай тірек сөздерді тауып дәптерлеріңе жаза қойыңдар. Енді біз 22-ші жаттығу 79-ші беттегі дедектив ойынын ойнаймыз. Сендер дедектив ойынын күнде ойнап жүрсіңдер. Күнде бір жаттығуды біз дедектив арқылы дұрыстап жазамыз. Жаттығудағы орын ауысқан сөйлемдерді ретке келтіріп қайта құрастырып жаз. Қараңдар, теңіз одан әлде қайда көп. Жер бетінде 4 мұхит бар, олардың саны 30-ға жетеді. Дұрысы қалай? Дұрыс балалар. Бірінші сөйлем: жер бетінде 4 мұхит бар. Теңіз одан әлде қайда көп, олардың саны 30-ға жетеді. Ендеше осы сөйлемдерден сан есімді тауып, астын ирек сызықпен сызамыз. Жаттығуды жазып болсаңдар, келесі 23-ші жаттығуға көшейік. 23-ші жаттығуда ойлан, тап. Ол қай сан? Оңынан оқысаң, ол сан. Терісінен оқысаң, ол сан. Берілген тапсырманы оқыдық. Енді жасырынған сөз табайық. Дұрыс балалар. Ол 40 сан екен. Кәнекей жаза қойық дәптерге. Жақсы балалар. Енді 24-ші жаттығуға назар аударайық. Құрамында сан есім бар сөздерді, сол санды сөзге айналдырып, не істейміз? Жазамыз. К плюс 2 қосу лік. Жазып қойыңдар. 7 қосу К. Т қосу бір саны, сөзбен жазамыз. Кәне жазып болсаңыздар, тексерейік. Дұрыс балалар.
кекілік, жетік, түбір, күшік, желтоқсан, алтыбақан екен. Бүгін сендер өте жақсы жұмыс істедіңдер. Сендер енді үй тапсырмасын жазып ала қойыңыздар. Үйге тапсырма 79 беттегі 25-ші жаттығуды жазып келеміз. Мақалды алдымен оқимыз, кітапты жауып қойып, дәптерге жатқа жазамыз. Сан есімнің қай сөзбен байланысып тұрған сызбамен көрсетеміз. Кері байланысты маған жүктеп жібересіздер. Менің қолымнан келеді, иә немесе жоқ. Тыңдаған материал бойынша тірек сөздер белгілей аламын, ашық және жабық сұрақтарға жауап бере аламын. Не иә, не жоқты белгілейсіздер. Сан есімді ажырата аламын, иә немесе жоқты белгілейсіздер. Бүгін сабаққа бәрің жақсы қатыстыңдар. Мен сендерге ризамын. Назарларыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.